Барша адамзат баласы бұ дүниеге келген қонақ. Сол қамшының сабындай қысқа ғұмырында салиқалы өмір сүре білген жандар ғана фәнидің жалған екендігін шын мәнінде сезіне білсе керек. Сондай бір жаны жаздай, қоршаған ортасына деген тілек ниеті шалқыған теңіздей жандардың бірі Асқар Тау әке, асыл атамыз Әзмұханов Мақсот Әзмұханұлы болатын. Тәңірдің жазғанына амал бар ма? Жаратушы пендесіне ұзақ ғұмырды нәсіп етпепті. Керісінше сол өмірінде артына айта жүрерлік мол мұра қалдыруға мұрсат етсе керек. Ардақты әке, абзал азамат 1934 жылы Гурьев облысы Индер ауданы Ақсерке ауылында дүниеге келген. Әкесі Әзмұхан Тана руының Жиембет бөлімінен. Ол екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Майдан даласынан табылып, отан үшін от кешті. Берлинге дейін барып, жау мекенінің қақ ортасында болу көзсіз ерліктің үлгісі еді. Ұлы отан соғысының ардагері ардақты анамыз Тәжекешпен бас қосып, ұрпақ тәрбиелейді. Әкеміз жүріп өткен жолды бір сәтке еске алып таразыласақ, ол Гурьев қаласындағы орта мектептен 7 сыныптық білім алған соң, арнайы жұмысшы мамандықтарына даярлайтын мектепте оқуын жалғастырып, көлік жүргізуші мамандығын иеленеді. 1954 жылы кеңес әскері қатарына шақырылып, 3 жылдай отандық борышын өтейді. Елге оралған соң, Гурьев қаласындағы 25-55 автокөлік мекемесінде көлік жүргізушісі болып қызмет етті. Бала тәрбиеле, үй сал, ағаш ек. Осы 3 қағида адамзат өмірінің басты құндылықтары болса керек. Мақсот Әзмұханұлы 1957 жылы анамыз Қанамжан Қадырғызымен көңіл жарастырып шаңырақ көтереді. 1964 жылы кеңес үкіметінің ауылды көтеру қаулысына орай комсомолдық жолдамамен Өрлік ауылы Индер ауданындағы Передовик колхозына ауысады. Сол кездегі жастарды қолдау жобасына сәйкес ауылдан үй беріліп, ауыр жүк көлігі жүргізушісі болып еңбекке араласады. Өрлік ауылында жұбайлық өмірлер жалғасты. Осы ретте Өрлік ауылындағы әкеміздің отбасына үлкен қолдау көрсетіп, қашанда жанымыздан табылатын Әзмұхан атамыздың қарындасы Қайша апамыз бен Есенғали жездемізге айтар алғысымыз шексіз. Жылағанды жұбатып, сүрінгенді сүйейтін, жетістігіне жас балаша қуана алатын асыл жандар бізге нағыз қамқорлықтың, жанашырлықтың үлгісі бола білді. Көп жылғы табанды еңбегінің арқасында Передовик колхозының үлкен жетістіктерге жетуіне өзінің зор үлесін қоса білді. 1987 жылы отбасы жағдайына байланысты Гурьев қаласына жұмысына ауыстырып, қаладағы такси парк мекемесінде автобус жүргізушісі болды. Осы мекемеден 1994 жылы зейнетке шықты. Еңбек жолында талай мақтау қағаздары мен ақшалай сыйақылар алды. Қос жақсы игі әрекеттері мен тынымсыз тірліктерінің арқасында үлгілі отбасы атанып, ұрпақ өсірді. Бар ауыртпалықты қос иығын артып, балаларын байлығым деп, тірліктің мәні мен сәнін өмірге алып келген перзенттерім деп бағалайтын, тапқан таянғанын балапандарының аузына тосып, саналы ғұмырын баласына арнайтын халықпыз ғой. Ата-бабадан жалғасып келе жатқан осы құндылықты біздің әулет те сабақтады. Асыл анамыз 11 перзент сүйді. Алайда екі ұлы Үсен мен Аманқосы кішкентай кезінен шетінеп кетті. Тұла бойы тұңғышы Мұраты ат бала азамат болғанда көлік апатына ұшырап қабырғамыз қайысты. Ажалға амал бар ма? Ол өзі біреуге ерте, біреуге кеш келеді. Жаратушының екі аяқты пендесіне берген ғұмырынан артық өмір сүрсем деп армандау күпірлік болар. Сондықтан да әкеміз бен анамыз қолындағы барға қанағат етіп, көзі тірі ұл қыздарының амандығын тілеумен шүкіршілікпен ғұмыр кешті.
Бұл күнде өрліктен өнген ұрпақтары өз жолдарын Гурьев қаласында жалғастырады. Ұл ұяға қыз қияға қонды. Көргенді жандардың көркем мінезін өнеге тұтып, құрметін асырған ата-анамыз да ауыл аймаққа сыйлы жандар еді. Әкеміздің қамын ойлап, жағдайын жасап отыратын, ағайын туыстың көңілін табатын ақ жарқын анамыздың арқасында отбасымызда еш кекілжің, реніш болған емес. Ұйыған айрандай боп барлығымыздың кез келген қуанышта, қайғыда бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бірге кететін ұйымшылдығымыз, ауызбіршілігіміз сол анамыздың бойға сіңірген тәлімінің арқасында болса керек. Оның аз болса да, жаз болған ғұмыры кім-кімге де өнегет. Тарқатып айтсақ, анамыз Наушабаева Қанамжан Қадырқызы 1939 жылдың 15 мамырында Гурьев қаласында дүниеге келеді. 1941 жылы әкесі Қадыр соғысқа кеткенде небәрі 2 жастағы бүлдіршін еді. 1942 жылы Ленинград түбіндегі шайқаста қаза болды деген қаралы қағаз келді. Осылайша анасы Рабиға шиеттей 4 баламен жесір қалды. Апасы Сәдім, ағалары Рыспай Теңелден кейінгі үйдің кенжесі болса да, сол кездегі елдің қиын қыстау тұрмысын ес білгелі көріп өскен, жеткіншек барды қанағат етіп, жоққа киімей өсті. 1946 жылы 8 сыныптық мектептің табалдырығын аттаған анамыз болашақ қайынысы Ахонмен бір сыныпта оқыды. 1953 жылы оқуын бітіре сала, дүкенге сатушының көмекшісі болып еңбекке ерте араласты. Тұрмысқа шыққан соң бала тәрбиесіне мән беріп, үй шаруашылығымен айналысты. Бала бағудың бейнетіне дән риза асыл анамыз өз кезегінде күміс алқамен марапатталған еді. Жолдасы үнемі көлік тізгінінде жүргендіктен жол қатері өте көп. Қызмет барысында Гурьев пен Передовик колхозына жүк тасымалдап жүріп, жол апатына түскен кезде оның толыққанды емделіп шығуына жағдай жасады. Өзі сол Передовик колхозында әртүрлі жұмыстар атқарып, отбасындағы тұралап қалған кірістің орнын толтыруға тырысты. Өмірдің ащы тұщысына бойымай, бір-бірін қолдап, бір-біріне сүйеніш бола білген абзал жандар осылайша жолында кездескен көп қиындықтарды қайыспай еңсере білді. Кейін анамыз талай жылдар мектепте қызмет жасады. Соңынан мектеп-интернаттағы балаларға бас көз болды. 1989 жылы сол интернат ұжымының қошеметімен құрметті зейнет демалысына шықты. Әлі күнге дейін интернат түлектері анамызды ыстық ықыласпен еске алады. Міне, осындай күндей нұрлы, жаны шуақты жандардың ұрпағы болғанымызды әрдайым мақтан тұтамыз. Екеуі де біз үшін ерек тұлға. Әкеміз көпшіл, ортаның адамы. Бірақ мінезі тік, ойын ашық айтатын, өтірікке жаны қас, өткір тілді азамат. Асланамыз болса, биязы мінезімен, жылы жүзімен айналасындағыларды баурай білетін, жаны жайдары, көңіл даладай кең жан еді. Ағайын туысы, жора жолдастарды, араласатын достары көп болатын. Анамыздың дастарханы жиылмайтын, шаңырағымыздан әрдайым қонақ үзілмейтін. Сөзімен, ісімен, жақсы қасиетімен бізге өмірлік бағдаршам бола білген қос жақсының салған сара жолын жоғалтпауға тырысып келеміз. Бауырымыз Мұраттың да бұл пәниде жоқтығы жанымызға аяздай батады. Асқақ армандары көп еді. Ес білгелі ағамыздың жанашырлығын сезініп өстік. Әттең, небәрі 33 жыл ғұмыр кешті. Оның өмір жолы тым қысқа болғанымен, артына қалдырған ізі таудай. 1958 жылы Сыңары Гүлсіммен өмірге таласа келген отбасымыздың тұңғышы өмірде көп іс тындырып үлгерді. Оқыды, тоқыды, отандық борышын өтеді. Өрлік ауылындағы Передовик колхозында, кейін Гурьев қаласындағы Ембімұнай трансагентство мекемелерінде тынбай еңбек етті. 1981 жылы үйленді,
жұбайы Розаға сүйікті жар, балаларына үлгілі әке болды. Сол әулетімізге қара бұлт үйірілген күннен бері 20 жылдай уақыт өтіпті. Ағамыз Мұрат тірі болса 53 жаста болар еді. Аллаға шүкір, кешегі 10-11 жасында әкеден қалған алтын асықтай ұлдары Аслан мен Аманжол бүгінде бір-бір үйдің иесі. Немерелері өсіп келеді. Ағамыз жағып кеткен шырақты маздатып отырған асыл жеңгеміз бар. Соларға қарап сансыз шүкірліктер айтамыз. Адамзат қара жерге ешкімді қимайды. Бірақ өмір заңы қатал заң. Атар таң мен батар күндер алмасқан дүние ғой бұл. Сондықтан о дүниелік болған жандарды қолдан келеріміз дұға бағыштап еске алу. Жатқан жеріңіз жарық, топырағыңыз торқа болсын. Ардақты әке, аяулана қимас бауыр.